Салем достар, мен Алматта бір бөлмелі пәтерді сатып алдым. Бостандық ауданда. Қыздарыма сатып алғанмын. Қараңызшы, енді осындай көрініс, осындай. Арты бәрі гарнитурды алып тастасақ, кухонный артын бәрі осындай ужас ба, қалай айтуға болады екен. Мынандай трэшпен тұрған бір қазақтың келіншегі арендада тұрған екен. Осындай немен, мынандай боқсыдықпен, бала шағасымен. Мен енді соған қатты таңғалып, не деген сұмдық жинауға болатын еді. Ана балалар, бөпелер осындай кірмен, мынандай сұмдықтармен қалай демалған екен, денсаулықтарына қалай зиян болмаған екен деп. Соған қарай мен сіздерге тағы да бір сұрағым кеп тұр, достар. Мен қазақша үйреніп жатырмын негізіне. Достар, сол үшін қазақша контентті қолдауды білдіріңізші. Қолдауды өтінемін сіздерді. Сонымен мына жерде қызым демонтаж жасап жатыр. Демонтаж жасап, бәрін лақтыруға шешім қабылдадық. Себебі мына жерде еш нәрсені қалдыруға болмайды. Косметикалық ремонт жасаймыз деп едік. Болмай қалды, бәрін тастауға тура келді. Мына жерде раковина сынып жатыр. Раковинадан мына кірден шошынып жатырмын, достар. Шок болып, үстіпта тұрады екен адамдар. Кішкентай бөпелер қалай шомылды екен мына жерде деп таң қалып жатыр. Мынау стиралканың астынан қара бір нәрселер шықты, түсінбеймін не. Мына жерде мынау потолоктың бәрі сырость па, білмеймін не ол, көгерген ба, білмеймін. Майлар кетпеді. Мынау шкафтардың бәрін лақтырдық. Мына қызымыз екеуміз обойды жұлып, коверді лақтырдық. Май болды анау клемі. Жерде обойды жасап, 12 айдан сатып алғанбыз обойларымызды скидкамен, соның өзінде. Мына жерде қызым шпаклевка жасап жатыр кухняда, ас бөлмелінде. Сол қызым шпаклевка жасап, енді мынау біреудің қолдан алған неде OLX-тен гарнитур алғанбыз 80 мыңға. Таза ағаш деді. Бірақтан ит мысық ұстаған ба, масқара, сасық дегенде масқара. Әрең дегенде құтылдық қой, оны тастап, жаман болып. Сіздерге айтарым, біреудің ескісін алмаңыздар. Мына жерде есікті біз неден алдық? Складтан алдық. Магазинде, дүкендерде қымбат екен, 47 мың тұрады. Ал складтан өте арзан. Мынау да складтан алдық. Раковинамен, дәу раковина 1 метрлік айнасымен қаншама 30 мыңға. Мынау 27 мыңға унитазды да алып, базардан алып. Сөйтіп, ана унитазды лақтырдық. Мынау ваннан солардікі, біз оларды хлорлап, не қылып, жидкий мрамор деген сатып алғанбыз. Кафельді не қылуға, алуға шешім қабылдады, шешпейміз деп, себебі өте қымбатқа түседі. Сол үшін мынандай нені жидкий мраморды сатып алдық. Мынау кухняға не істедік, мозаика істедік. Мозаика өте плитка, өте қымбат екен. Бір плиткасы 20-25-ке 10 мың теңге квадратный. Квадратный метр тұрады екен, 10 мың теңге тұрады екен. Сөйтіп мынау газды сатып алдық, 2 комфорткалық. Жаңадан Каспийден алдық. 21 мың теңгеден алдық. Күшті, әдемі, керемет екен, стеклянная не поверхность. Мынау чайник өзіміздікі, новый чайник болған. Енді мына мозаика қараңызшы, қандай әдемі болды. Мына кухняны айтатын болсам, мына кухняны біз 170 мыңға Каспийде тұр екен да. Бірақ біз OLX-те қарасақ, упаковкамен бір кісі сатып жатыр екен 95 мыңға. Еще біз олмен саудаласып, не қылып, орнатуымен бірге 95 мың теңгеге шықты, достар. Ал мынау нені бөлек алғанбыз, столешницаны мынау қалдықтардан қызым не жасады? Стол жасаған болатын.
мынау залымыз уже қызым перде тігіп орнатқызып, қызымдыкін кроватын алып келдік. Телевизор, өзіміздің телевизорын орнатқыздық, ескі телевизор. Қызымдікі кроватын алып келдік, пердені қойдық. Сөйтіп, енді айтарым сізге, бізге енді 670 мың теңгеге түсті бұл ремонт. Оңай емес, енді не айтам сіздерге, қандай кеңес берем. Енді бірақтан қорықпаңыздар, 670 мың теңгеге шықты бізге ремонт. Сол үшін ремонт жасауға қорықпаңыз деп кеңес берем. Заманауи әрі осындай қолайлы, тиімді бағамен де істеуге болады ремонт. Бәріне рахмет. Достар, қазақ контентті қолдау білдірем сізге, қолдаушы болыңыздар.